Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы 18 ғасыр Европадағы ағартушылық дәуірі эстетикасы деп аталады. Дәріс сағатында 18 ғасырдағы ағартушылық дәуірі эстетикасының көрнекті өкілдері, ағартушылық реализмнің дамуы және Дидро, Гердер, Лессинг еңбектеріндегі өнердің бұқаралығы мәселелері туралы сөз қозғаймыз. 18 ғасырдағы Францияның бірінші ұлы ағартушысы Франсуа Мари Вольтер. Ағартушылыққа жауыздық пен діншілдікке қарсы бағыт әкелген Вольтер трагедиялары борыш пен сезім бірлігінің гуманистік идеясын уағыздауымен ерекшеленеді. Оның кейіпкерлері эмоционалды, қызуқанды және сахналық әрекеті де байырақ әрі динамикалық жағынан күштірек болды. Бұл ағартушылық эстетикасының бағыты классицизмнің ережелерін ұстанбауымен айқындалды. Вольтердің табысты туындыларының ішінде әсіресе Заира мен Мұхаммед атты трагедияларын атап көрсетуге болады. Бұдан кейінгі 18 ғасыр ортасындағы француз және европалық ағартушылықтың ірі өкілі Дени Дидроны атап өте аламыз. Дени Дидроның пьесалары театр репертуарына толық енбегенімен драматургиядағы жаңа бағыт тоғышарлық драманың пайда болуына әкелді. Дидроның театрға байланысты ең үлкен жұмысы актер туралы парадокс деп аталатын трактат. Бұл 1773 жылы жазылған еді. Актерлік өнер туралы ең толық әрі тұжырымдалған ағартушы реализмнің принциптерін танытқан бұл еңбек өз дәуіріндегі ірі туындылардың қатарынан аталады. Сондай-ақ осы дәуірдегі көрнекті танымал еліне, халқына белгілі адамдардың қатарында Дэвид Гарригті айтуымызға болады. Өзі ағылшын актері, театр қайраткері, драматург, сондай-ақ Европадағы сахналық реализмнің негізін салушылардың бірі, ол сахна реформаторы болып есептеледі. Оның 1740 жылы жазылған тұңғыш Лето суы атты комедиясы спектакль жайлы жазылған сын мақалаларымен танымал. Актерлік ерекше дарындылығы бойына жинақталған Гарригтің жалпы шығармашылығындағы дарындылық уақыт талабының эстетикасымен үйлесім тапты дейміз. Дэвид Гарриг ең алдымен 18 ғасырдағы ағылшын ағартушылардың театр эстетикасына сүйене отырып, классицизмнің шарттылықтарына қарсы күрес жүргізді. Ол 1744 жылы актерлік өнер туралы тәжірибе деп аталатын еңбегін басып шығарады. Актер әр жағдайда кейіпкерінің не сезгенін білуі керек, сезімді бет әлпетімен, қимыл қозғалысымен шығаруы керек. Жұмысқа мимика, пластика, дауыс қосылатын, осының барлығы Гарригті жақсы техникалық актер ретінде де танытты. Ол Уильям Шекспирдің 25 пьесасында, соның ішінде Гамлет, Король Лир, Макбет, Бенедикт рөлдерін ойнап шығарды. 1763 жылы Гарриг 2 жылға Европаға келеді. Қайтып келгеннен кейін еліне оралған ол жаңа рөлдер жасаған жоқ. Көбінесе режиссерлік жұмыспен айналысады. Гарригтен ағылшын режиссурасының жаңа тарихы басталады деп зерттеушілер баға береді. Сондай-ақ бұл кезеңдегі белгілі тұлға Пьер Огюстен Карон де Бомарше, ол өмірбаянына қысқаша тоқтала кететін болсақ, сағат жөндеуші шебердің отбасында Париж қаласында дүниеге келіп, 13 жасында әкесінің шеберханасында еңбек етеді. 21 жасқа келген уақытта Бомарше сағат механизмінің жаңа бір бөлігін ойлап табады. Оның бұл жаңалығын атақты сағатшы Лепот мен ойлап таптым деп өзінің атымен жар салады. Бірақ жас жігіт ақыры дәлелдеп сотта жеңіп шығады. Осы жағдайдан кейін Бомарше байып, сағат жасау жұмысын мүлдем тастайды, сарай тіпті лауазымын да сатып алады. Пьер Огюстен Карон де Бомаршенің еңбектері мемуарларының қатарында, әсіресе сатиралық памфлеттерінде сол кезеңдегі сот ісін жүргізудегі әділетсіздікті аяусыз әшкереледі. Әсіресе оның Севиль шаштаразы, Фигароның үйленуі атты комедияларында ақсүйектер дәуірінің өтіп кеткендігін ащы шындықпен, сатиралық тілмен өткір
жағдайда көрсете білді. Оның айыпты ана, Евгения, екі дос атты драмалық трилогияларында әлеуметтік теңсіздікті өте көрнекті түрде ашып көрсете білді. Өмірші шығармаларының шыңы әрине ол Севиль шаштаразы және Фигароның үйленуі деп аталады. Севиль шаштаразы комедиясының оқиғасы Испанияда өткенімен, ол көрерменге оқиғаның Францияда өтіп жатқандығы түсінікті болып тұрады. Сөзқұмар және қызғаншақ доктор Бартоло өзінің шәкірті Розинаға үйленбекші болады, бірақ жас қыз әрине шалды жақсы көрмейді. Оның көңіліне өзіне ғашық болған жас граф Альмавиада еді. Жастарға граф Альмавиаданың шаштаразы әрі қызметшісі көңілді де қу Фигаро көмектеседі. Жалпы бұл пьеса қуаныш, күлкілі, қызықты оқиғаларға толы болып, өз дәуірінде өте таңдаулы тәуір комедиялардың қатарында ататалды. Одан кейін автордың Фигароның үйленуі атты комедиясы 1784 жылы сахнаға шықты. Бұнда осы алдыңғы Севиль шаштаразы пьесасындағы кейіпкерлерінің одан әрі қарайғы өмірі баяндалды. Пьесаны қолжазба кезінде оқыған 16-шы Людовик оны театрда қоюға алдыменен рұқсат бермейді. Бірақ қоғамға қарсы тұра алмай, бұл тыйымынан бас тартады. Егер бірінші комедияда Фигаро графқа көмектессе, енді керісінше онымен күреседі. Еріккен ақсүйек Фигароның қалыңдығы Сюзаннаны азғыруды ойлайды. Бірақ бұл ойын біліп қойған Фигаро граф Альмавиаданың өзін мазақ астында қалдырады. Жалпы 18-ші ғасырда ағылшын театры ағартушы классицизм драматургиясына өз үлесін қосты дейміз. Ерлікті, ізгі жандарды және буржуйлар, тоғышарлар тұрмысын жалаң сезіммен, патетикалық рухта бейнелейтін тоғышарлық драма мен көз жасы аралас комедия секілді жаңа жанрлар пайда болды. Жай қарапайым адам трагедиясы сахнаны жаулап алды. Сонымен қатар ағылшын театрында пантомима, балладылық опера және репетиция деп аталатын кіші жанрларда етек жайды. 18-ші ғасырдағы әлем мәдениетіне әсіресе неміс театрының әсері мол болды. Оның көрнекті өкілдері Лессинг, Гете, Шиллер ағартушылық дәуірдің әдеби және театр жетістіктерін қорытындылап, ағартушы реализм мен 19-ші ғасырдың сыншы реализміне жол салды. Германиядағы ағартушылықтың ең басты өкілі актриса Каролина Нейбер 1727 жылы Лейпцигте өз труппасымен тұрақтап, актерлік ойынның негізін Лейпциг мектептің театрлық негізін қалады. Каролина Нейбердің театрында неміс ағартушыларының ірі өкілі Лессинг еңбек етті. Осы театрда ол 1747-48 жылдары классикалық манерде жазылған алғашқы 3 пьесасы жарық көрді. Осы жерде жүріп Лессинг ағартушылық дәуірдің театры туралы ең басты жұмысы теориялық еңбек гамбургтік драматургия деп аталатын зерттеуін жазады. Сондай-ақ осы дәуірдің ірі өкілі Йоганн Вольфганг Гете еді. Оның ең танымал трагедиясы Фауст ағартушылық реализмдегі ең үлкен жетістік болып есептеледі. Қарақшылар, зұлымдық пен махаббат пьесалары мен драматург Фридрих Шейлердің де еңбектері ерекше болды. 18-ші ғасырдың аяғында дауыл мен тегеурін драматургиясының өмірге келуі театрдың демократиялық негізін күшейте түсті. Конрад Экхоф пен Фридрих Шредер секілді актерлердің ағарту сентиментализм негізінде жүргізген реформаторлық қызметі натуральды шынайы ойын принциптерін ұсынып, сентиментальдық жоспарда өңделсе де, Шекспир пьесаларын сахнаға қайта қоюға мүмкіндік берді. Міне, Европадағы 18-ші ғасырдағы ағартушылық дәуірі эстетикасына қатысты осындай тарихи еңбектерге тоқталып өттік. Дәріс сағатының соңында тақырыпқа қатысты әдебиеттер тізімі және интернет ресурстар көзі ұсынылып отыр. Сабақтың соңында әдеттегідей студенттерге инсерт картасы бойынша жұмыс жасап, кері байланысқа шығуды тапсырамыз. Осыменен дәріс сағатымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.